Кіммен сөйлесіп отырсың? Мынауың не? Әкемнің тағына неге отырасың? Шарбаң болмасын. Көріп тұрсың ғой, қолым тимей жатыр. Ойыны қанған соң қояды ғой тентектігін. Қайда барады дейсіз? Қайдағы бала? Түрі жаман тажалдың. Сен одан сақ бол. Маған тақтан түсіп бара жатып, не дегенін білесің бе? Тақтың ендігі иесі менмін. Өйткені Қайдар ез. Шыңғыс тұқымына ездік жат нәрсе. Біз бұл әлемге өлім уын себу үшін туғанбыз. Ал Қайдар ез, ынжық, қолынан қан болмақ түгілі, қой бауыздау келмейді. Хан атамаған солай деп айтқан. Оған абзалы молда бол. Адамның жаманы молда болады деген. Деп қарап отыр. Онда оттапты ол. Пенденің жүрегінде иман болмаса, оттаған хайуаннан қай жер артық? Жүрегінде иман бар да, ізгілік пен әділеттің жолымен жүрем. Мен ізгілік пен әділеттің құлымын. Ізгілік пен әділеттің құны көк дейін. Егер қолыңда билік болмаса, қолыңда билік болса ғана, ізгілік шашып, әділет орнатасың. Сол есіңде болсын, балам. Құдай жолындағы билеушінің қолындағы билік қана баянды болмақ. Біз барлығымыз Құдайдың құлымыз. Сол себепті жаратқанның бұйрығын орындауымыз қажет. Сондықтан Меккеге қажылыққа аттанбақшымын. Егер мен Қағбаның қара тасын сүйіп қажаттансам, халыққа қамшы үйіріп қайтем. Халық байтолыға тәубе етті деп әулие тұтып, аяғыма жығылмай ма екен? Балам, сені айтып кеттім. Бәрін қойып, хаққа ие болуым керек. Егер Шах Мұхаммед таққа мінсе, алдымен сенің көзіңді құртады. Айтпады деймін. Апа, Данышпан Қожа Ахмет Яссауидің не дегенін білесіз бе? Меккеге Расул өзі қалап барған. Ғарыптың Мехметін зор атқарған. Жабықпа жаза көрсен жаратқаннан, қақпасын мүсәпірдің. Аштым мені. Сөйтіп, аузынан көбік шашыраған софы боламды. Анау қара демен екеуінің ұмжымың бір екен ғой. Солайды. Мен Темірландай баһадүр тудым деп жүрсем, Ұлықбектей ез тауыптым ғой. Шах Мұхаммед, Қасым. Неге дауласып жатсыңдар? Мына ғой, бесіктен бел шықпай жатып, хан болам деп қоймай жатқан. Өтірігіне береке берсін. Мен олай деген жоқ.
Мына сөзіңді әкем естімесін, ұқтың ба? Хан.